İmran balam. İmran balam. Кіруге болмайды онда. Мұнда біреу бар ма? Дәрігерлер қайда? Сабыр сақтаңыз. Не болды? Неге қалып жатсыз? Балам да операция қалып кетті. Болды, біз қолымыздан келген барын жасаймыз, сіздер уайымдамаңыздар. Жоқ. Сен қолыңнан келмесе де бәрін жасайсың, білдің бе? Егер менің ұлыммен бір нәрсе болатын болса, мен сені жоқ қылып жіберемін. Бұны мен саған полковник ретінде айтып тұрмын. Айғайламаңыз, бұл больница. Бәрі жақсы болады. Мен қайталап айтамын. Егер менің ұлыммен бір нәрсе болатын болса, қайтпады деме. Түрмеде шірітіп өлтіремін, білдің бе? Енді жұмысым істесем бола ма? Пушок. Көріп тұрмын, скальпель. Қыз давлениесін көтереміз. Адреналин. Тез. Пульс пайда болды. Сатурация 95. Давление? Бәрі нормада. Есін жинады ғой төр. Сәліманды терізден қашамыз о деп тұрғанмын мен. Қанша күтуге болады, шыдам таусылды. Мыналар не сірейін депті. Тоқтаңызшы, сіз докторсыз ба? Иә. Ана жаққа барып, менің ұлымның жағдайын біліп беріңізші. Мен сізді өте жақсы түсініп тұрмын, бірақ сәл шыдай тұруға тура келеді. Ана дәрігерлеріңіздің тәжірибесі бар ма жалпы? Осындай отан бұрын жасаушы ма еді? Біздің клиникада барлық дәрігерлер білікті. Сосын Дастан Дәулетұлы қаладағы ең мықты дәрігерлердің бірі. Не болды? Айтсаңшы енді. Неге үндемейсің? Бәрі жақсы. Ұлдарыңыз өмір сүретін болады. Айттым ғой сіздерге. Рахмет. Ажар, жыламашы айналайын. Сосын не ғой? Жаңа ыңғайсыз болды енді. Қатты айқайлағаным үшін айып етпеңізші. Жалғыз тұяғым ғой. Өзіңіз түсінесіз. Ондай кезде өзіңді қоярға жер таппай қаласың. Мен еңбекті бағалай білетін адаммын. Керек затың сұра, қалаған затыңды. Бәрін жасап беремін. Жоқ, менің жұмысым әуре болмаңыз, маған тек алғыс та жетеді. Айналайын. Алғыс, балғыс. Гиппократқа берген антаңды қоя қойшы, айналайын. Жиналыста емеспіз ба? Бұл менің жалғыз тұяғым. Ол үшін бәріне баруға дайынмын. Қалаған уақытта хабарлас. Көмектесем және. Рахмет. Наркоздан оянсын, кіріп шығыстыр, бірақ өзім айтам жүре ме? Жарайды. Рахмет сізге. Қажеттіңіз. Болды, бәрі жақсы болады. Әсем, мын шайыңыз. Рахмет, Майра. Дастан қайда екен, қашан босайды? Ол кісі негізі... Сәлем, сен қайдан жүрсің? Жүрген жоқ. Майра, халатымды алсашы, мен операцион. Жарайды. Айтпақшы, сен өз еліне бардың ғой, е? Күшті жаңалығым бар. Не дейді? Біздің қызымыз. Бәрі жақсы. Қызымыз өсіп жатыр. Қараш, кім ұқсайды? Маған. Маған? Бас сен сияқты қырсық болмаса болды. Сосын үйдегілер бүгін кешкі асқа шақырып жатыр, бізді күтеді. Жай ма? Папа сенімен сөйлеспекші екен. Қалай өмір сүру керектігін үйретеді, сосын частный клиникаға осы, әдеттегі әңгімесі. Жан, мен папа бізді жаман болсын деп ойламайды ғой. Сосын кешкі асқа барудың еш қиыншылығы жоқ шығар. Әрине, асқа барудың қиыншылығы жоқ. Бірақ бір жағын айтпасам өзің түсінесің. Қош. Дастан Дәулетович, срочно жүріңізші. Тез келіңіз. Не болды? Жолшыбай айтам, жүріңіз. Жарайды. Жүріңіз.
Сен кімсің, айтшы маған, не? Сен доғдарсың ба, сен кімсің? Жіберіңіз! Қасапшысың ба базарда? Жіберіңіз! Бар ма сенің өзі? Тартшы қолыңды, айтшы маған, Мен сізді жақсы түсініп тұрмын. Дымда түсініп тұрған жоқсың сен, қазір басын жұлып қолына беремін сен. Тоқтаңыз, дәрігерге ешқашық. Тоқтаңыз деймін. Дәрігерге ешқашық қолынан келген барлық жасап. Сабырсақтан. Тартшы қолыңды сен. Бір ұмыт болды ғой. Солай ма? Неғып өлді онда? Мен сізді жақсы түсінемін. Сабырсақтаңызшы. Қайғыға ортақпыз. Маған көңіл айтпай қойшы сен. Ашыланбаңыз. Айтуға оңай. Мен анамнан айырылып отырмын. Сенің анаң тірі. Айналайын. Мен ешбір ананы көрген жоқпын. болды? Жай. Не қолың қатты осы сен қыздың? Берші сөйлеге. Ой, Ильяс, бала сияқтысың, Ісікті алдын алмасаң, түсіп кетеді ғой. Ильяс Шалғасович, сіз Дастан Дәулетовичпен бұрыннан таныссыз ба? Иә. Студент кезден доспыз ғой екенбіз. Ол кісінің анасы тастап кеткені рас па? Неше түрлі әңгіме естіп жатырмын, сосын сұрап отқаным ғой. Бірші. Өсек болса болды саған, Не бір жұмысын сөйтіп жасамайсың? Жай сұрап жатқаным ғой. Айтыңызшы. Иә, рас. Бірақ Дастан көзінше айтып қой жүрмем мына әңгімені. Ол өзін детдомда өскен туралы әңгіме қозғасаң ұнатпайды. Иә, институтта да Ильяс екеумізден басқа ешкім білмейтін. Иә. Мен сондай әйелдерді түсінбеймін. Өзі баласын қалай тастап кетеді? Сондайларды атып тастау керек қой. Яғни көшедегі жабайы мысық та өзінің баласын тастамайды ғой, Ей, Майра, мына сөзің Дастан естімесін. Оның ойынша ол кісі жақсы әйел болған. Екінші олай айтпа. Жоқ, мен түсінбей тұрғаным. Қалай сондай... Сол әйел бар ғой, баласы қазір кім болғанын білсе, баяғыда жетіп келетін еді. Болды. Жұмысымыз тек. Барш. Сізден кешірім сұрағым келіп тұр. Біз ыңғайсызданып тұрмын. Ұят болып кетті. Сіздің жетім екеніңізді білмедім ғой. Кешіріңізші мені. Жарайды, ештеңе етпес. Олар несен болды. Мұнда жұбондайдың талай несіздік қой. Сонда сіз балалар үйінде өстіңіз ба? Басында сол жақта өстім. Сосын мені бір жақсы отбасы асырап алды. Балам сағынып кеттім. Кішкентай кезінде мені күреске, боксқа апаратын. Қызық ойындарды ойнатқызушы еді. Көрдіңіз бе, Шалқар? Сізде естелік бар. Ал менде оның бірі де жоқ. Шын айтыңызшы маған. Анаңызды тауып, не үшін тастап кеткеніңіз? Білгіңіз келмеді ме? Әрине білгім келеді. Іздеп те көрдім. Бірақ мен ол кісіні ол үшін айыптай алмаймын. Мен өскенде мамамды міндетті түрде табамын, сенші, Данияр? Мен де. Мен мамамды бүгін түсімде тағы да көрдім. Менде де өте көп көремін ғой, маған келе жататын, мен оған мама деп жүгірем айқайлаймын. Сен мамаң тұр қандай? Мен мамам тұр әдемі. Мен де мамам тұр әдемі. Сіздің үмітіңіз бар. Анаңызды тауып, бірге болып бақытты болып кетсеңіз. Менде үміт жоқ. Дастан Дәулетович, ана жақта скорыймен ауыр науқас алып кет. Жүріңізші. Шере, Шалқар.
Уақыт емші. Отбасы болып жиналдыға әйтеуір. Әсем, ана жеміс сылғаны дұрыс әкеп берші маған. Жақсы. Әсем, мен өзім. Сен шаршаған шығарсың. Жоқ, бәрі дұрыс, шаршаған жоқпын. Ой, я шаршаған жоқсың. Сенің 11 аялдама автобуспен келгеніңді білмейді деймісің. Сабира, осы сен өзгермейсің. Бір жағынан уайымдайсың, бір жағынан тиісіп тіл көресің, ә? Енді мама, оны бізден басқа кім уайымдайды? Дастан уайымдайды дейін десем, ол жұмыста қол тимейді. Сабира, сен Аянға қарап алшы. Дастан енді қыдырып жүрген жоқ қой, жұмыста. Жұмыстың түрі көп қой, Әсем. Бастысы пайдасы тисе болды ғой. Сонда адамдарды өлімнен аман алып қалу жұмыс емес пе? Сабираның айтайын деген ол емес. Бірақ мен оны қостайын. Шынымен де Дастанға жұмысын ауыстыру керек. Айтпақшы, ол жайында сөйлестіңдер ме? Сөйлестік, бірақ келісе ме жоқ па білмеймін. Оның есі дұрыс біз. Оны шақырып отырған жекеменшік клиника. Ол жерден мұндағы 1 жыл тапқан ақшасын бір-ақ айдалады. Пап, енді Дастанның өзінің принциптері бар. Қызым, ал сонда ол баласын сол принциптермен асырай ма? Әсем, сен қашан шопинг жасадың? Есімде жоқ. Жарайды, қызым. Мен сенің қырсық күйеуіңмен және сөйлесіп көрейін. Егер осы жол тағы қиқайып көнбейтін болса, ол мен үшін еркек емес. Пап. Не пап? Не пап? Аянға қараш. Аян жұмыс істемей ме? Ол да күндіз-түні жұмыс істейді. Соның есесіне, міне, Сабира шалқып өмір сүріп отыр. Қысқасы, Дастан жұмысын ауыстыру керек. Айттым, бітті. Қызым, енді біз енді сендерді адам сияқты өмір сүрсін деп қалаймыз. Дастан неге оны ойламайды? Өйткені ол тексіз. Қайдан шыққанын, қайдан келгенін білмейді. Балалар үйінде тәрбиеленген. Не туысы жоқ, не жақыны жоқ. Сондықтан отбасын ойламайтыны. Мамам звондап жатыр. Оған не дейсің? Сосын бәрі түсінікті болған соң өзім хабарласам. Байғұс мама, уайымдап жатқан шығар. Не болды? Жағдай бәрі жақсы ма? Уайымдамаңыздар. Әкелеріңіз тірі. Доктор, папамызды аман алып қалғаныңызға рахмет. Уақасы жоқ. Операция сәтті өтті. Біраз уақыттан кейін кіріп көрсеңіздер болады. Сізге үлкен рахмет. Жоқ. Бұл сізге алыстыңыз болсын. Жоқ, бұл менің жұмысым. Ондайды мүлде түсінбаңыздар. Жарай ма? Жақсы. Доктор, ең болмаса шай ішетін тәтті алып берсек бола ма? Таңнан кешке дейін жүрген медсестраларға берсеңіздер болады. Папаларыңыз өзім қараймын, уайымдамаңыздар. Бүгінгі күн ауыр болды. Үйге барып, телевизордың алдында шайымды ішіп жатсам ғой. Ал мен үйге қайтқым келіп тұрған жоқ. Мүмкін кафеге барамыз. Бір жағдайым алып қайтамыз. Ой, жоқ. Әріптесіңмен кафеге бару, жұмыста отырған мен тең. Сәуле. Қара менде не бар? Бұл не Майра? Бұл жаңа науқас бар ғой, соның балаларының Дастанға алып келген тәттілері ғой. Қараш қандай көп. Таусылмаймыз ау екеуміз. Дастанның баяғыдан әдеті ғой. Басқаларды үнемі ойлап жүреді. Мен апарып бұны тығып қойын, ертең шешеміз, ә? Сен керісінше Дастанның өзін ойлап тұрған сияқтысың. Олай болса кешіктім.
оның әйелі бар. Не деп тұрсың, Ильяс? Біз жай ғана доспыз, әріптеспіз. Ойланбай сөйлемеш олай. Қалжың ғой. Қалжың онша емес екен. Жаяу бар жатсың ба не? Көлігің қайда? СТО-ға бір-екі жерін жасауға тастап кеткем. Есіңде ме студент кезімізде? Почтада жұмыс істеп едім ғой, газет, журнал тасып. Есімде. Сол газет, журналдарды бірге оқитын едік қой. Сен ғана шаруа оқыған. Мен болсам күні бойы жұмыстан шаршап, ұйықтайтын да қалатын. Жарайды, мен ас. Сен қайда? Үйде? Жұмысқа шығатын ойы жоқ па? Жоқ, оның қазір барлық ойы балада. Өкінішті. Одан жақсы психолог шығатын еді негізі. Мүмкін, бірақ ол үшін бірінші орынды ұтпас. Жарайды, мен асығыспын. Жақсы. Әлгі Дастан неге кешігіп жатыр? Сол баяғы жоспардан тыс жұмысымен жүр ғой. Не онысына ешкім ақша төлемейді. Қазір келіп қалады, пап. Ашуланбаңыз. Бүгін Дастанға ауыр науқасты сеніп тапсырыпты. Ол оны аман алып қалды. Ол алдымен отбасының амандығын ойламай ма? Айтпа. Қызым, сен осы психологқа бекер оқыған жоқсың ғой. Бірдеңе демейсің ғана оңға. Дастан келген сияқты. Қақпаң есігі жабылды ғой. Келсін. Ашыланбаш. Содан кейін жеке сөйлесерсің. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Мынау сіздерге. Рахмет. Жақсы. Құттықтап қойдың ба? Жоқ. Дәл келдің. Қалай жұмысың? Жақсы. Жарайды. Тамағыңды іш, сосын сөйлесеміз. Айтпақшы, Аян қайда? Аян ол маңызды кездесуде. Жаңа партнерлармен келісім шарт жасап жатқан. Балам, сен қашан маңызды кездесулерге барасың? Өмір бойы сол шалгемпірлерге ота жасап өтесің ба? Тек шалгемпірлер ғана емес қой. Басқа да науқастар бар. Сосын мен үшін адамның бәрі бірдей. Бәрі пациент. Білмеймін енді, мен үшін адамдар сортқа бөлу дұрыс емес сияқты. Жоқ, мен бұныңмен келісе алмаймын бүгін. Мысалы, өмірге пайдасы бар адамдар бар. Мына мен сияқты. Көшеде бөтелке жинап жүргендер бар. Сен өзің айтшы, солардың қайсына бірінші ота жасар едің? Шыныңды айт, Дастан. Қалай түсіндірсем екен, енді ол диагнозға байланысты. Содан соң сізді қайткен күнде де құтқара аламын ойламаңыз. Мен қалжың айтам, маған керек жоқ мен. Мені құтқарамай қой. Жаңа өзің шалгемпіріңді құтқар. Мен өзі ақырындап жүзіме қарай жылжи беремін. Қыздар, ал енді тамақ ішіп болсақ, қазір тәттімен шай ішейік. Онда біз Дастан екеуміз бір жеке әңгімелесіп қайтайық. Көлігіңмен келдің бе, жоқ тағы сынып қалды ма? Сынғанда күрделі еш нәрсе емес, жай бір майда нәрсе. Сенің көлігіңнің сынғаны менің давлением көтерілгеннен көп.
айтпақшы давлениеңіз қалай? Жазып берген дәрілерді ішіп жүрсіз бе? Ішіп жүрмін. Жарайды. Әңгіме емес. Сен өзің жұмысың қалай? Әдеттегідей, жиналыс, науқастар, операция. Сол әдеттегідей тегін болмаса бір түк көтермейтін тиын тебенге жасап жүремін де. Егер сіз қайтадан частный клиникаға ауысу жайлы айтатын болсаңыз, әңгімені осы жерден тоқтатайық. Себебі мен жұмысымнан шықпаймын. Оған уақытыңызды құртып, нервіңізді ауыртып қайтесіз. Сен менің нервім туралы ойламай-ақ қой. Өзіңнің әйелің мен бала шағаңды ойла. Ойлап жүрмін. Жұмыста істеп жүрмін. Жалақым бар, бізге жетеді. Кейбір әріптестеріме қарағанда жоғары десем де болады. Сіз түсініңіз. Мен үшін ақша маңызды емес. Маңыздысы қоғам алдындағы борышым. Дастан, қазір Робин Гуд болатын күн емес. Қазір жаңа машина, жайлы пәтерде тұруды ойлайтын күн. Ол үшін жақсы жұмыс істеу керек. Біздің пәтеріміз жаман емес. Сіз білесіз ғой, бәрі бірден болмайды. Жалақымнан жинап, болашақта жақсы пәтер аламыз. Жоқ, ондайға дұрыс пәтер алмайтын болса, өзім сатып әперейін. Жоқ, рахмет. Керек емес. Жоқ, қысқасы былай. Мен саған қаланың ортасынан үлкен пәтер алып берем. Немерем үшін. Жомарттығыңызға рахмет, бірақ сізден маған ештеңе керек емес. Бәріне өз күшіммен жетем. Сені кезінде әке шешең қоқысқа тастап кетті екен деп, мен не? Қызымды айналаға тастап кетпейтін шығармын. Мен көріп келейін, Дастан папамен ұрсып қалама деп қорқам. Иә, қорқу керек. Папа қазір сенің Дастаныңа бір-екі сабағын берсін. Соны енді өзде түсінсе болады ғой, дап-дардай еркек. Сабира, осы сені қараласпай қойшы. Әркім өз күйеуіне ие болсын. Жақсы ма? Енді Дастан жақсы адам. Жақсы врач. Бірақ енді үнемі езіліп, аңқауланып жүре беруге болмайды ғой енді. Е, маман тыңдаш. Болмаса мен Аянға айтайын, екеуі еркекше сөйлесіп көрсін. Аянның басқа істейтін жұмысы жоқ па? Араласпаңдар деймін. Жоқ, қызым. Енді таңдаған күйеуің осы. Адам қыл оны. Е, құлағын жей бер. Сыйлық сұра, салонға барам, шопинг жасайым деп айта бер. Е. Дастан менен ақша аямайды. Ол мені жақсы көреді. Қызым, жақсы көрумен отбасын асырай алмайсың. Егер ол баласын болашағын ойламаса, онда әкең екеумізге ойлануға тура келеді. Әсем, енді әрекет жасау керек қой. Сені шынайы жақсы көрсе, сен үшін бәрін жасайды деп ойлаймын. Сабира дұрыс айтады. Меніңше, сонда көрейік. Кім оған маңыздырақ? Отбасы ма? Әлде анау айдаладағы жатқан науқастары ма? Мама, рахмет. Бәрдәмді болды, бірақ біз десертке қаламаймыз, кеттік. Ойбай, әлі ерте ғой. Менің шаруаларым бар, оңысына Әсемге де демалу керек. Сыртта боламыз. Сау болыңыздар. Әкелерін тағы да көндіре алмаған ғой. Енді өзің сөйлес. Бірдемесі болар. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыздар. Жан, папам дұрыс айтады. Бізге жаңа пәтер, жаңа машина туралы ойлану керек. Мен бәрі ол кісінің ұсынысын қабылдамаймын. Папам не қатысы бар? Ол маған керек. Баламызға керек. Баламыз болашақта ештеңеден қысылмауын қалаймын. Жаңа ғана осы әңгімені папаң айтты. Енді сен бастамашы. Неге сондай қырсықсың? Саған біреу тракторист бола қал деп отырған жоқ қой. Жақсы бір клиникада дәрігер боласың. Адамдарды емдейсің. Сүйікті ісіңмен айналысасың. Неге оны түсінбейсің?
егер мен қырсық болмасам, екеуміз қосылмайтын едік. Сосын мен қандай екенімді үйленбей жатып білдім. Неге енді айтып жүрсің ғой? Ауыспаймын ешқайда. Білесің бе, саған психолог ретінде айтарым, сен туған ата-анаңды тауып, тегіңді білсең, отбасыға деген көзқарасың өзгеретін еді. Былай кетсекші, отбасы ол менің міндетім. Сенің емес, папаңның емес. Сенен талап ететін нәрсе ол өз-өзіңді күт, баланы ойла бол. Қазір mesela таксимен салып жүрем, өзім сосын барам. Дастан, мен қолымнан келген бәрін жасадым. Мына металл әзірге жүріп тұр. Қалай әзірге? Бір апта істеген жоқсың болсын? Мен сиқыршы емеспін ғой. Тот басқан темір терсек қой. Бұдан қалай мен мықты машина шығарам? Енді өзің ғой, қалада менен басқа болсын, ешкім істей алмайды, мен мықтымын деген. Жоқ, сен күліп қалған адамды 3 күнде тірілте аласың ба? Соны не айтын деп тұр? Айтқанда былай ғой, жүріп тұрғанына рахмет айтса міне. Енді ары кетсе 1-2 ай, соң бітті. Басқа машина іздей бер. Даник, сен детдомнан шыққан үшін бірдеңе айта ма? Жоға. Бірақ мен шешем болғаннан гөрі сол детдомнан шыққаныма қуанамын негізі. Тапқан өкінесің міне? Әрине, ол кездескенде маған сен керек емессің еді ғой. Оның ойынша мен оның өмірін бытышын шығарған екенмін, қарашы. Оны бір эффект тастап кетеді, бірақ түбінде оған мен кінәлі боламын. Бірақ қайткен күнде сен көрдің ғой, кім екенін білесің. Ол мен тіпті қайдан шыққанын. Жоқ, іздеп не қыласың, сен тастап кеткен адам іздеп не қыласың, соны түсіндірші маған. Мен не үшін тастағанын сұрау керек шығар, білу керек шығар. Мәсе қызықсың ше? Сен ит сияқты лақтырып кеткен адам не қыласың? Жүрші керекші. Менде де өте көп көремін. Мен ол маған келе жатады, мен оған мама деп жүгіремін айқайлаймын. Сені кезінде әке шешең қоқысқа тастап кетті екен деп, мен не? Қызымды айдаладағы тастап кетпейтін шығармын.